Бердібек Соқпақбаев, балалық шаққа саяхат. Мал адамның бауыр еті. Ауылда күнде жиналыс, елді коллективке тарту. Салақтатып сумка салған өкілдер келеді. Өкіл келсе, жиналыс шақырылады. Қараңғы халық аңқау бала тәрізді. Кім не айтса, ауыздарын ашып тыңдайды. Өкіл боп келген адамды Құдай көреді. Колхоз жөнінде, болашақ өмір жөнінде неше алуан гу әңгімелер. Колхоз болмаймын деп қашып жатқандар бар. Қазақтың бар өмірі малмен байланысты. Мал тамақ, мал киім, мал көлік, мал отын, отқа мал тезек жағылмай ма? Мал баспана, киіз үйдің бар жамылғысы малдың жүнінен жасалмай ма? Жер суға сыймай жатқан малдан бұл кезде тамтық қалмаған. Қазекең мал бағудың ғасырлар бойы азабынан құтылған. Мал жоқ болған соң енді әлгі аталғанның бәрі жоқ. Жеуге тамақ болмағаннан өткен аянышты не хал бар екен? Жоқшылық тек біздің өлкеде болмаса керек. Ішкергі Алматы шелек төңірегінен жанбағыс іздеп жек-жат жұрағаттарын сағалап шұбырып келіп жатқан жұрт. Түр-түстерінен кісі қорыққандай. Көктем, күн қызу. Ауылдың қасындағы төбесіз ескі тамның біреуін бір жас жігіт мекендейді. Аяқ-қолдары шелектей боп көгеріп ісіп кеткен. Көздері қап-қара, әдемі. Оқта-текте ел қыдырып қайыр тілейді. Өзінде жоқ ел оған не беруі мүмкін? Жаркенттен біздің үйді мият тұтып, Мұхамеди Жүніс дейтіндер келген. Жүніс шал. Мұхамеди оның баласы, жігіт. Әйелдерінің аттары есімде қалмаған. Мұхамедидің мен құралпы бір ер баласы бар. Аты Садық. Екеуміз бірге ойнаймыз. Садықтың сары резинкадан істелген мүйіз атары бар. Рогатка. Біз Қостөбенің балалары бұрын мұндайды көрмегенбіз. Біздің қару-жарақ қорымызда мұндай аспап бұрын-соңды болмаған. Біздің қаруларымыз садақ, сақпан. Бұнымен атса адамды өледі дейді Садық. Біз сенеміз. Керемет қаруына бола басқа балалар Садықтан еменеді. Адал еттіден Жүніс Мұхамедилерде бір кәрілеу торат бар. Бізде түк жоқ. Екі үйдің аяқлау еттері сол ғана. Отқа жағатын көк тал тоғайдан сонымен әкелінеді. Ауылдың дәл қасындағы түбекшеге тұсап қойған торат бір күні тұсауымен текеске түсіп өліп қалыпты. Ішіне су толған қарнын қампитып бірнеше адам жағаға сүйреп шығарды. Мал иелерінің сондағы боздап жылағанын көрсеңіз. Шал да, Мұхамеди де, әйелдері де, тіпті кішкентай Садық та мал емес, ең бір аяулы жақын адамдар өлгендей көздерінің жасы көл болып еңіреп жүр. Қазаққа малдың қаншалық жақын екенін мен сонда білдім. Бір үйдің бүкіл үміт тіршілігі күн көрісі торатпен қоса өлгендей еді.